Адамдардың көбі қадіріне жете бермейтін екі нығмет бар. Ол денсаулық және бос уақыт дейді. 19 ғасырда өмір сүрген Тайжан биден ақыр заман қашан болады деп сұрағанда, бабамыз ақыр заман белгілерін айта келіп былай деген екен: ашыққан судан асың болады, адал арамды білмейді. Азған адам осы болады, адамда шолақ өмір болады. Құлшылық деген кәсіп болады, ұрлық деген нәсіп болады. Ет пен майда ас демейді, шарапсыз аш жемейді. Ақыр заман осы болады деп жауап берген екен. Ислам діні адамның есін ауыстыратын, ақылын тұмшалайтын ішімдіктерге үзілді кесілді тыйым салады. Ардақта пайғамбарымыз барлық мас қылушы арақ һәм барлық мас ететін нәрсе арам дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам.